Ибрагим Челиккөл 1982 жылы 14 ақпанда Түркияның Измит қаласында офицерлер отбасында дүниеге келген. Бойының ұзындығының арқасында баскетболды үлкен жетістіктерге жетіп, бұл спорт түрімен профессионалды түрде айналысқысы келген. Бірақ әкесінің кенеттен қайтыс болуымен бірге бұл арманы асқақтамай басылады. Ибрагим Стамбул қаласындағы экономика колледжіне оқуға түседі. Бірнеше жыл эконометрияны зерттейді. Актердің дене бітіміне назар аударып, модельдік агенттіктер жұмысқа шақыра бастайды. Өз елімен қатар Италияда 8 жыл бойы модель болып қызмет атқарады. Дегенмен, бұл сала өмір бойы азық әкелмейтінін біліп, Стамбулға қайтады. Стамбулға келісімен киім дүкенін ашып, өзін кәсіпкер ретінде сынап көреді. Ибрагим Челиккөлдің өмірі режиссер Осман Синаппен кездескен соң түбегейлі өзгереді. Режиссер оған сериалға түсуге ұсыныс білдіреді. Бірақ бұл рөлі сәтті шықпай, көрермендер тарапынан наразылық тудыртады. Бұл жас актер үшін ауыр соққы болып, актерлық жолдан біржола кеткісі келеді. Десе де, өте көп ұсыныстар келіп түсіп, өзіне тағы бір мүмкіндік беруге шешім қабылдайды. Оған танымалдылық алып келген «Иффет» сериалындағы Джемил рөлі. Актер 2017 жылы дизайнер әрі сәулетші Мехрем Мутлумен шаңырақ көтереді. Ибрагим мен Мехрат Книдос қаласында ежелгі грек киімдерімен қонақтардың алдына шығып, мәңгілік махаббатқа ант берді. 2019 жылы әйелі актерге Әли есімді ұл сыйлады. Челиккөл микроблогында оның әйелі мен баласымен бірлескен фотосуреттері жиі пайда болды. Жаман сыншылар актердің «Ақ пен қара махаббат» фильміндегі серіктесі Бирче Аклажажбен қарым-қатынасы туралы айтқанымен, ол сүйікті күйеу және әке болып қала берді. Алайда Челиккөлдің ажырасқаны 2022 жылы белгілі болғаннан кейін қауесеттер қайтадан күшейе түсті. Актер тек Бирсемен бірге сапарға шығу арқылы оларды қыздырды. Кейінірек олар «Жұлдыздар осылайша құстың ұшуы» сериясына қосымша назар аударды деп айта бастады. Кейін актер Натали Эрджанмен бірге жаңа қарым-қатынастарын бастайды. Сонымен қатар таныстықтарына 1 жыл болғандықтарын атап өткен. Актердің Инстаграм парақшасында 2,5 миллион астам оқырманы және 870 пост жазылған. Сонымен қатар актер өзінің суреттерімен, жеке өмірлерімен Инстаграм парақшасында бөлісіп отырады. Ибрагимнің әке-шешесі әртүрлі ұлт өкілдері болған. Оның әкесі түрік әскери теңіз күштерінің офицері араб болған, ал анасы грек болған. Актердің Аслы есімді әпкесі бар. Ибрагимнің жеке өмірінде түрік киносының ең жарқын жұлдыздарымен кем дегенде 3 қарым-қатынас болды. «Иффет» сериалының түсірілімінде талпынған актердің құмарлықтары тәжірибелі әріптесі Денис Чакрмен бірге өрбіді. Орындаушы ТМД елдеріне «Керемет ғасыр» фильміндегі Шах-Сұлтан рөлі арқылы танымал. Баспасөзде жазғандай, ерлі-зайыптар Челиккөлдің сатқындығына байланысты ажырасып кетті. Енді жұлдыздар түсірілім алаңда кездесуден аулақ. Сонымен қатар, ғажайып ғасырдың тағы бір жұлдызы Ясемин Аленмен «Мейірім» сериалының түсірілімінде басталған романтика ұзаққа созылмады. Бірақ бойы 180 см әдемі актриса Синем Кобал оған үйленуді жоспарлаған. Бірақ қыз отбасынан гөрі актерлік мансапты таңдады. Ибрагим Челиккөл көптеген киноларға түскен болатын. Ол 2011 жылы және 2012 жылы «Иффет» сериалында, сонымен қатар біз көріп жүрген «Зейнеп» сериалын 2019-2021 жылдары түсірген болатын. Тағы да қандай актерлардың өмір жайлы білгіңіз келеді, қандай актердің өмірі қызық, сол туралы төменге пікірге жаза кетіңіз.